99 жылдың 26 январынан бастап жұмыс істеймін. 2 жыл, 3 жыл мен жол жұмысшысы болып жұмыс істедім. Содан кейін бригадирға ауыстым. 2004-тен бастап мен мастер болып жұмыс істеп келе жатырмын. Менің міндетім жұмысшыларды киіммен қамтамасыздандыру еттіру, инструментпен жұмысқа келген кезде міндетті түрде ең бірінші барлықтарымен инструктаж өткіземіз. Техника қауіпсіздік жағынан қалай жүру керек, қалай инструмент ұстау керек, қай жерден қалай өту керек. Жұрт тәтті ұйқыда жатқан кезде бұл кісілер оянып, соның өзі қиын осы жерден басталады. Бұл кісілер уже жұмысқа шығады, жаңағыдай жолда тұрады, біреулер мысалы сағат 3-те шығады. Ашық аспанда жүреді ғой, ашық далада, аязда да, боранда да, жаздың өзінде де күн жылы болса да, мысалы, ыстықтың өзі күйдіреді адамдарды. Үйде емес, осы жерде боламыз көп уақытымыз. Бәріміз бір-бірімізбен жаңағы туыс не болып кеттік, таза ауада жүреміз, көп адамдармен, мысалы, біреудің алғысын аламыз деген сияқты. Вот сол өзіме осы жағынан өзіме ұнайды осы жұмыс. Мысалы, мына жерде мастер болсақ та, біз қарап жүрмейміз. Мысалы, жұрттармен не істеп жатса, біз соны істейміз. Кейде мен өзім мысалы күрекпен КамАЗға қарартуға шығамын. Кейде мен жұрттармен бірге сыпырғыш алып сыпыруға да шығам. Жұрттар мысалы жаңағы тротуардағы қарда мұздарды ойып атама, мен олармен бірге мұз қоюға шығам. Бізде барлығымыз солай, мысалы ешқайсысы мен мастерміз, сен жұмысшымыз деп бөлінбейміз. Астана Алматыдан осында көшіп келді, сонымен бірге келдім мен де бұл жұмысқа. Астананың 1 жылдығын тойладық, 2 жылдығын тойладық. Міне барлық туған күнді өткізіп келе жатырмыз Астанамен, бірге өсіп келеміз Астанамен. Былайша айтқанда, таңмен бірге атамыз, күнмен бірге батамыз. Түнгі Астана жақсы. Әдемі де болады, жаңағы жұмысқа да жеңіл, сол түнгі жағын айт. Карантиннің кезінде осы ашық аспан астында кәдімгідей жұмыс істедік. Мен айтам, көше егер жиналмаса қандай жағдайда болар еді? Өзі ауруға одан мынандай қосылса, біреулер демалып жатыр, біз неге жүрміз дегендей әңгіме болмады. Өйткені бәрі білді, қаланың тазалығы біздің қолымызда екенін.